Ауру тек денеде ғана болмайды, ол мінезде де бар. Егер біреудің жаман мінезін көрсең, оған шипа сұра, дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сақ қылған Аллаға мақтау айт, шүкіршілік. Өмір өзіңді табудан емес, қалыптастырудан тұрады. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығını көрсетеді. Ішіңде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегін көре алса, оған жаны қатты ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екеніне терең түсінер еді. Іші тарлық, қызғаныш, көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыз бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін деген екен. Шын бақыт ата-ананың махаббаты мен балалардың таза жүрегінде. Сүюдің сырын көзден көрме, көңілден ізде. Білгің келсе сүйер я сүймесін, ашып қара, көңілің күймесін. Өмір теңіз, одан жүзем демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсін. Тасқын су, сенде де бір мін бар, өткел бермейсін. Билер, сенде де бір мін бар, басқаға сөз бермейсін. Адамның адамшылығы ақлы, ғылым, жақсы аты, жақсы ана, жақсы құрбыз, жақсы ұстаздан болады. Әлемде адамдар достасулары керек. Олардың бірін-бірі сүюге мәжбүрлей алмаспыз. Бірақ мен адамдар арасындағы өшпенділіктердің көзін жойғым келеді. Істі істеу үшін емес, жеңіске жету үшін бастаңыз. Қайырымды іс жаса, қайырлы болады әр ісің. Ашумен емес, ақылмен үйрету керек. Өзіңде, өзгеге де жақсылық тіле. Жігерсіз сөз жүрекке жетпейді. Өткен күн өлімге, болашақ өзіне тән, халықтан алғы. Бардың қадірін білу үшін жоғалту керек. Тоқтың қадірін білу үшін ашығу керек. Шақырғанда келмейтін әйелден жұмсағанда бармайтын бала туылар. Құдай сәуле бергенменен санасына, еркектерден көш төмен бағасы да. Құлдықта келе жатыр ғасырлар бойы, әйелдің дарасы да, данасы да. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Біреудің көркі бар деп жақсы көрме, лапылдап көрсе қызарлық нәпсіге ерме. Әйел
жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл бөлме. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін қор бекер бұлғақтаған. Жақсы болсаң жердей бол, бәрін шыдап көтерген. Таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетірген. Елдің елдігін сақтайтын әдебиеті, тарихы, салт дәстүрі. Өзін өзі тану, рухани өркендеудің түп тамыры және адамгершілік құндылықтардың негізі. Адамды құртатын екі нәрсе, біреуі нәпсіқұмарлыққа салыну, екіншісі мақтау мен мадақты жақсы көру. Егер табысқа жеткіңіз келсе, мына 6 кеселден бойныңызды аулақ ұстаңыз. Маубастық, жалқаулық, қорқақтық, ашушаңдық, уақытты босқа өткізу және жасқаншақтық. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам, мейірімді, ынсап, ақпейіл, адал еңбек. Осы төртеуі кімнің бойнында болса, сол шын адам болады. Ақмақтың ақылы білегінде, ақылдының ақылы жүрегінде. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол айтпас бұрын естіп қойсам да оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай кейіп көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп, жүрегін жараламай, көңіл бөліп, құлақ салуың мінез құлықтың аса көркемдігіне жатады. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, дауыс естігенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылық пен көркем мінез танып, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Адамдардың біразы өміріңді сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топта өзіне тән, бірі махаббатпен, екіншісі ішітарлықпен. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісің бекер. Осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған сөз құдіреті арнасы.